Еш уақытта қыздар, а чего вы на меня так смотрите деп айтпаймыз. Этикет бойынша. Я, ондай нәрсе болады өмірде. Бір адамның сізге қадалып, тесіліп қарап отырған болады. Немесе, мысалы, мынандай нәрсе бар. Адамды көрген кезде, адамды білесіздер ме қалай қарсы алады? Сәлеметсіз бе? Деп. Адамның үсті басын қарайды. Тура осылай. Сәлеметсіз бе? Дейді. Әдемі ма? Мүлдем әдемі емес. Ұят па? Ұят. Еш уақытта олай сынауға болмайды. Неге маған тесіліп қарап отырсыз деп те айта алмаймыз. Олай айта алмаймыз. Егер біреудің сізге қадалып қарап отырғанын көрсеңіз, ондай нәрсені көрсеңіз, онда мүлдем ол адамға қарамаңыз. Және тым қатты ұнамай отырса, одан да ол жерден кетіп қалыңыз. Бір түрлі сізді ыңғайсыз жағдайға қалдырып отырса, ол адамның сізге тесіліп қарап отырғаны. Ал жалпы көпшілік ортада ол қақтығыстық сұрақ, қақтығыстық, шиеленістік байланыс. Ондай дүниелерді үшінші тұлға арқылы шешеміз.